Әлемдегі нарықтық құны ең жоғары 10 автомобиль компаниясы. Біздің 4 төңірек каналымызға келгендеріңізді қарсы аламыз. 4 төңірек каналымыз сіздерге әр апта сайын мәнді де мағыналы ғылыми ақпараттарды жеткізіп тұрады. Тезірек каналымызға тіркелу арқылы осы қазақша каналымызды қолдап қуаттап қойыңыз. 5. Мерседес. Нарық құны шамамен 72,5 миллиард ақш доллары болатын Mercedes-Benz Group бұрын Daimler деген атпен белгілі болған, және штаб-пәтері Германияның Штутгарт қаласында орналасқан. Бұл компания әлемдегі ең ірі автокөлік өндірушісі ғана емес, сонымен қатар әлемдегі ең ірі люкс автокөлік өндірушісі және ең ірі жүк көліктерінің екінші үлкен өндірушісі. Бұл брендтің тарихын 1886 жылдан бастауға болады. Ол кезде Карл Бенц әлемдегі алғашқы 3 доңғалақты көлікті ойлап тауып, автомобиль өнертапқышы ретінде белгілі болды. Сонымен бірге Мерседестің тағы бір негізін қалаушы Готлиб Даймлер дүниежүзілік алғашқы 4 доңғалақты автомобиль көлікті ойлап тапты. Осы кезден бастап автокөліктің жаңа дәуірі ашылды. 1926 жылы маусымда Daimler компаниясы мен Benz компаниясы бірігіп, Daimler-Benz'ті құрды. Mercedes-Benz атауы шын мәнінде Daimler-Benz'тің алғашқы бір тұтынушысының қызының атынан құрған. Содан бері Mercedes-Benz атындағы автомобильдер жоғары сапалы және жоғары өнімді автомобильдердің өкілі болды. Бұл сәнді модельдер әрқашан әлемдік элита үшін бірінші таңдау болды. Оның ішінде Элизабет Тейлор, Коко Шанель және Джон Леннон сияқты атақты адамдар, ал Mercedes-Benz логотипі әлемдегі ең танымал сауда белгілерінің біріне айналды. Mercedes-Benz тобының негізгі бағыттарының бірі әрқашан ұтқырлықтың болашағын қалыптастыру болды. 2023 жылдың 9 маусымында Reuters агенттігінің хабарлауынша, Калифорнияның автокөлік департаменті Mercedes-Benz'тің белгілі бір жағдайларда жүргізушінің белсенді бақылауынсыз белгіленген магистральдарда жұмыс істей алатын автономды жүргізу жүйесін мақұлдады. Күтейік, болашақта Mercedes-Benz бізге қандай тосын сыйлар әкелетінін көрейік. 4. орында Porsche. Porsche 1931 жылы негізі қаланған және штаб-пәтері Германиядағы Штутгарт қаласында орналасқан. Бренд бастапқыда өнімділігі жоғары спорттық көліктер шығарумен танымал болды. Оның ағылшынша логотипі компанияның негізін қалаушы Фердинанд Поршенің фамилиясынан алынған. Ол бастапқыда Volkswagenге тиесілі болды, бірақ олардың келісімі 2022 жылдың соңында аяқталды. 2022 жылдың қыркүйегінде Porsche Еуропадағы бастапқы жария ұсынысын өткізді. Оның бағасы максимум 85 миллиард ақш долларына жетті. Бұл оны Еуропа тарихындағы ең ірі IPO болды, және оның ағымдағы нарықтық құны 86,4 миллиард ақш долларына жетті. Поршенің ұзақ тарихы бар. Фердинанд Порше 24 жасында электр доңғалақ қозғалтқышын ойлап тапты. Оның дизайнында атақты Beetle және өнімділігі жоғары спорттық автомобильдер сериясы бар. Поршенің әйгілі моделі 911 спорттық көлігін Фердинандтың үлкен ұлы Ферри Порше жасаған. Соңғы жылдардағы індет, тасымалдау тізбегі проблемалары және экономикалық құлдырау сияқты қиындықтарға тап болғанына қарамастан, Порше басқа еуропалық әріптестеріне қарағанда олардан жақсы айырып кеткен сияқты. Компанияның 911 сериясы, сондай-ақ 2 орындық Boxster спорттық көлігі нарықта өте танымал. Поршеде қазіргі уақытта автомобильдер арасындағы бағасын жақсы ұстап тұратын көрсеткіштердің біріне ие. Бұл оларды тамаша коллекторлық көліктерге айналдырады. Поршенің бұл IPO-сы оған жаңа күшпен әсер беріп, электр көліктерінің жаңа әлемін зерттеуге мүмкіндік берді деп айтуға болады. Porsche 2030 жылға қарай жаңа көліктерінің 80%-ын электрлендіріп, сол уақыт аралығында көміртекті бейтарапқа айналдыруды жоспарлап отыр. Бұл қазіргі уақытта жалғыз толық электрлі модель және Porsche компаниясының электромобильдер саласындағы инновациялар мен күшін толығымен көрсететін сериялық көлік құралына арналған алғашқы 800 вольтты батарея жинағымен жабдықталған. 3. орында BYD. BYD штаб-пәтері Шэньчжэнь қаласында орналасқан қытайлық автомобиль өндіруші. Ол 2 бөлімнен тұрады. BYD Auto және BYD Electronics. Оның ағымдағы нарықтық құны 92,8 миллиард ақш долларын құрайды. Оның атауы BYD, яғни армандарыңды құрастыр деген сөздің қысқартылғаны. Бұл салыстырмалы түрде жаңа автокөлік компаниясына жатады. 1995 жылы қытайлық миллиардер Ван Чуанфу негізін қалаған. Ол бастапқыда қайта зарядталатын батареяларды, зарядтағыштарды және электроакустикалық өнімдерге назар аударған. Бар болғаны 10 жыл ішінде BYD мобильді батарея технологиясы мен өндірісінде Қытай нарығын монополиялады. Бұдан кейін автомобильдерде, жүк көліктерінде, велосипедтерде, автобустарда, күн батареяларында және тіпті монорельстердің батареяларды қолдануына көп инвестиция салды. BYD Guangdong, Пекин, Шэньси, Шанхай, Тяньцзинь,
және басқа жерлерде жалпы ауданы 7 миллион шаршы метрге жуық және барлығы 200 мыңға жуық қызметкері бар 9 өндірістік база салды. Сонымен қатар компанияның ақш, Еуропа, Жапония, Оңтүстік Корея, Үндістан, Тайвань, Гонконг және басқа аймақтарда филиалдары немесе кеңселері бар. 2022 жылы Ван Чуанфу компанияның электромобиль нарығына назар аударатынын мәлімдеді. BYD электрлік қолданбалардың ең маңызды құрамдас бөлігі болып табылатын батареяларды терең түсінетіндіктен, бұл жаңа технологиялар өте жылдам дамып жатқан сала үшін маңызды шешім. BYD және Tesla әлемдегі ең ірі электр көлік өндірушілерінің бірі ретінде Қытай нарығында қызу бәсекелестікке түсуде. BYD 2024 жылы толық аккумуляторлы электр көлігі санатындағы жетекші орынды алады деп күтілуде. Бірақ таңқаларлық нәрсе, BYD әлі де Tesla'ның маңызды аккумулятор жеткізушілерінің бірі болып табылады. Бұл шынымен де қызықты іскерлік соғыс. Екінші, Toyota. Әлемдік нарық капитализациясы 244,4 миллиард ақш долларын құрайтын Toyota Motor Corporation әлемдегі ең ірі автомобиль өндірушілердің бірі ретінде берік орнықты. Трансұлттық автомобиль өндірушісі ретінде Toyota Токио, Нагоя, Нью-Йорк және Лондонның қор биржаларында тіркелген. Оның штаб-пәтері Жапонияның Toyota City'інде орналасқан. 1937 жылы негізін қалаушы Киичиро Тойоданың негізін қалаған, қазіргі президентісі Цунихару Сато. Toyotаның логотипі 1990 жылдардың басынан бері қолданылып келеді. Логотиптегі үлкен сопақ жерді бейнелейді, ал ортадағы екі сопақша тігінен біріктіріліп, Toyotаны бейнелейтін Т әріпін құрайды. Жалпы дизайн өзара сенімділік сезімін тудыратын, автомобиль өндірушісінің жүрегімен байланысқан пайдаланушының жүрегін бейнелейді. Сонымен қатар Toyotаның тамаша технологиясы мен инновациялық әлеуетін көрсетеді. Деректер тұрғысынан Toyota автокөліктерінің сатылымы әрқашан әлемде алдыңғы қатарда болды. 2019 жылы Toyota автокөліктерінің сатылымы шамамен 10,74 миллион данаға жетті. ақш нарығы оның ең үлкен бірыңғай нарығы болып табылады. Ол шамамен 2,76 миллион дана сатылымға ықпал етті. 2020 жылға қарай Toyotаның әлемдік көлік сатылымы 9,520 мың данаға жетіп, әлемдегі жетекші позициясын сақтап қалды. Тек 2022 жылындағы Toyota табысы 280 миллиард доллардан асады. Toyota 2000 жылдардың басында алғашқы гибридті көліктердің бірі ретінде Prius'ты шығарды. Бұл американдық экологтар мен экологиялық саналы тұтынушылар үшін бірінші таңдау болды. Алайда Tesla шыққаннан кейін бұл экологтар гибрид автомобильдерді қайтадан айыптай бастады. Toyota сонымен қатар көмір қышқылсыздандыру жұмыстарының жоқтығынан электромобиль автоөндірушілер тізімінде соңғы орында тұр. Toyota ұзақ уақыт бойы әлемдегі ең бай автокөлік компаниясы болды. Тек 2020 жылы Tesla одан асып түскеннен кейін ғана оған Tesla'ға жету мақсат болды. Toyota әлі де тоқтамай күшейіп жатыр. Электрлік көліктер саласындағы макетімен біз оның болашақта одан да жақсы нәтиже беретінін күтеміз. Бірінші орынды иеленген Tesla. Tesla штаб-пәтері Пало-Альтода орналасқан американдық электр көлігі және энергетикалық компания. Оның шамамен 801,1 миллиард ақш долларын құрайтын нарықтық құнымен Tesla 14 Ferrari компаниясының жиынтық құнына тең келетін электромобильдер саласындағы көшбасшыға айналды. Tesla 2003 жылы 1 шілдеде Мартин Эберхард пен Марк Тарпенинг екеуі негізін қалаған және компанияның есімін физик Никола Тесла есімімен атаған. Tesla'ның көзқарасы тұрақты энергияға жаһандық көшуді жеделдету болып табылады және әрбір қарапайым тұтынушыға қолжетімді таза электр көліктерін ұсынуға ұмтылады. Қазір ол Токио қор биржасында, Нагоя қор биржасында, Нью-Йорк қор биржасында және Лондон қор биржасында тіркелген трансұлттық компания. Tesla тек электр көліктерін шығарып қана қоймайды, сонымен қатар күн панельдері мен энергия сақтау жабдықтарын шығарумен айналысады. Бірақ Tesla электр көліктеріне ерте ставка жасады және аккумулятордың қызмет ету мерзімі мен зарядтау диапазондағы инновациялар арқылы концепцияны ілгерілетуді жалғастырды. Бұл Tesla бағасының тіпті олар іштен жану қозғалтқышы бар автомобильдермен бірдей бағаға түсіп кетсе де, бірақ олар әлі де жоғары кірісті сақтай алады. 2022 жылға қарай Tesla автокөліктерін тапсыру көлемі рекордтық көрсеткішке жетіп, 1,310,000 көлікті құрады және жыл сайын тұрақты өсіп келеді. Tesla мен оның бас директоры Маск өзара табысқа жетті деуге болады. Маск өзінің болашаққа деген көзқарасымен әлемдегі ең бай адам болды. Tesla әлемдегі ең құнды автокөлік өндіруші ғана емес, сонымен қатар әлемдегі ең құнды компаниялардың бірі. Міне, осы эпизодты бақылауымыз аяқталды. Осы бөлімнен алған білім сізге ұнайды деп үміттенемін. Видео жаман емес деп ойласаңыз, видеоның төменгі жағындағы лайк басуды ұмытпаңыз.
және осы арнаға жазылыңыз, және хабарландыруларды алу үшін қоңыраушаны ашыңыз. Көргеніңіз үшін көп рахмет.